Сәлем достар, бүгін мен сіздермен дапанжи тағамының жасалу рецептісімен бөлісемін. Бір жасағаннан өте сәтті шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма жазылып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қажетті мөлшердегі тауық етін ірі көлемде тураймыз. Татымына қарай тұз салынған суда бір бұрқ еткізіп қайнатып, көбігін алып тастаймыз. Көбігінен арылған соң көп қайнатпаймыз, сүзіп алып сорғытып қоямыз. Сорпасына қамырын салып, пісіріп дайындап аламыз. Ендігі кезекте қызыл-жасыл бұрышымызды, көк пиязды, картопты турап дайындап аламыз. Бұл дәмдеуіштер сізде болмаса міндетті емес. Ең бастысы мынандай, дәмдеуіштердің біреуі болса жеткілікті. Бүгін біз мына бір түрін қолданып сіздермен бірге дапанжи жасайтын боламыз. Қазанымызға қажетті мөлшердегі сұйық майды құямыз және де оның үстіне 3 ас қасық қантты салып жақсылап араластырамыз. Майдың қызуымен қант біртіндеп сарғайып, қоңырланып, бетіне көбіктен шыққан кезде хуажаолиді және де пісірілген тауық етін салып жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте құрғақ дәмдеуіштерді және де универсалды дәмдеуіш менде 2 ас қасық қостым және де қызарту мақсатында сіздер томат қоссаңыздар болады. Мен өзім арнайы жазылған лазажаңды қостым. Ендігі кезекте картопты және де тұзын салып жақсылап араластырып қуырып аламыз және көз мөлшерімен су құйып картоп піскенше орташа отта қайнататын боламыз. Картоптың піскеніне көз жеткізгеннен кейін қызыл-жасыл бұрышымызды және де көк пиязымызды салып 1-2 минут шамасында бұқтырамыз. Мінекей достар, осымен дапанжи дайын болды. Мейрамхана, кафелерде жасалынатын дапанжидан еш кем болмайтын дапанжиді сіз де өз қолыңызбен жасай аласыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Құнды пікірлеріңізді комментарийда жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап қайтарамын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.